Ердің бақыты әйел. Төле би, балама әйелді өзім таңдап алып беремін. Байдың байлығына қызықпаймын, бейдің бейлігіне қызықпаймын. Асыл пышақ қап түбінде жатпайды деген. Келінім ақылды болса, балам дана болады. Ердің бақыты әйел деген. Ел сыйлайтын ерді ақылдылықпен адам етіп тәрбиелейтін әйел. Кең жайылған дастарханымен ердің атын шығаратын да әйел. Малына, байлығына қызығып ешкімге құда болмаймын. Келінді асықпай, ел арасынан өзім іздеймін. Бұйрық болып кездесе көрермін. Ырыс, бақыт та қызырды әйелде. Әйел қызырлы болса, үйіңнен жақсы адам кетпейді. Мысалы, берекелі үйге кім келмейді? Жақсы әйелдің арқасында ердің елге даңқы кетеді. Бей бол, бей болмасаң, бей түсетін үй бол деген. Бей түскендей үй болу әйелден. Ол әйелді халық та жақсы көреді. Кем бағал, қайыршы да жақсы көреді. Жақсы кісіні жұрт жек көре ме? Әйелі жақсы болмай, ер оңбайды. Ердің бақытын кетіретін де әйел, ерге бақыт әперетін де әйел. Осындай ой құшағында жүрген Төле биге Түрікмен елінен елші келіп, бір жылдан бері бітпей жатқан дауымыз бар еді, соған билік жасаңыз, деп өтініш айтыпты. Жер шалғай болса да Төле би Түрікмен еліне барып дауласқан екі жақты татуластырып қайтады. Аттары болдырып, шөлдеп, шөліркеп келе жатқан жолаушылардың алдынан бір топ атты қыз келіншек көрінеді. Ол топтың ішінде Данагүл дейтін кедейдің қызы бар еді. Жалғыз көк жолақ атына мініп, байдың қыздарымен тойдан қайтқан бет еді деседі. Әй апайлар, тоқтаңыздар, аттарыңыздың басын тартыңыздар. Жоғары жақтан бір қатар аттылар келе жатыр. Алдынан кесе көлденең өтіп кетпейік. Үлкендердің алдынан кесіп өту дұрыс болмайды. Олар ел қорғайтұғын, жер қорғайтұғын ерлер. Кім біліпті, араларында ақыл асқан ақылды, данышпан қариялары бар шығар. Ашулы, арынды батырлары бар шығар. Ер сыйлаған есікте қалмас деген. Әлі-ақ бәрімізде бір-бір үйдің иесі боламыз. Шарапат, жақсылығы тиер. Үлкен кісілердің батасын алып алғысына бөленейік. Апалар, аттарыңыздың басын тартыңыздар, тосып тұралық. Атты ер кісілер алдымыздан кесіп өтсін. Сонан соң жүрсекте ауылымызға жетерміз, деді Данагүл. Қызыл-жасыл киінген қыздар жол кеспей игеріліп тұрып қалды. Топ алдындағы Төле би мұны алыстан көріп байқап келе жатыр. Қызыл-жасыл киінген қыздардың деңгейіне жетіп, алдарынан өтіп, ат ала келдерліктей жерге ұзап кеткен соң, қасындағы жолдасының біреуіне, анау алдымызды кеспей кейіндеп қалған балаларды шақырып келші, деді. Ол шауып барып қыздарды шақырып келді. Жақындай бергенде Данагүл атынан түсіп жаяулап, апалар, бәріңіз де аттарыңыздан түсіңіздер, жаяу барып сәлем берейік. Үлкен кісілерге атпен тасыраңдап жетіп барып сәлем бергеніміз ұят болар. Бұл кісілер еш уақытта да кездеспейтін кісілер, жолымыз болады екен, деді. Барлық қыздар аттан түсті. Жаяу жүріп келіп, бәрі басын иіп сәлем берді. Төле би, балалар, өркендерің өссін, бақытты болыңдар, деді қуанып. Шырақтарым, қай ауылдың баласысыңдар? Сыйқым ауылының баласы едік. Балалар, алыстан бізді көріп тосып тұрдыңдар. Әлде қашан өтіп кететін уақыттарың болып еді. Не себептен тостыңдар, соны айтыңдар. Қыздар жауап таба алмай Данагүлге қарады. Ол, аталар, біз сіздерді алыстан көріп, аталарымыз бен ағаларымыз шығар. Араларында ел бастаған батыры бар шығар. Сол ерге ақыл айтқан ақсақалы бар шығар. Әкеміздей үлкен қызырлы адамы бар шығар деп алдарыңыздан өтпей тосып тұрдық. Үлкен кісілердің батасын алалық. Жақсыны көрмек үшін көрмеген аталарымыз, ағаларымыз болса көрелік, аты жөнін білелік деп тосып тұрдық, деді. Қарағым, балам, атың кім? Деді Төле би. Атым Данагүл ата. Әкеңнің аты кім? Әкемнің аты Алакөз. Жақсы шырақтарым, өркендерің өссін, Құдай тілеулеріңді берсін, жарайды енді, аттарыңа мініңдер, деп Төле би батасын беріп жүріп кетті. Тарт сыйқымның ауылына, деді
былай шыға бере жолдастарына. Сиқым ауылына жақындап келгенде бір серігін шаптырды. Бар ала көзге. Ауқатты адам ба, нашар адам бекен, қандай адам екен? Хал жағдайын біліп, біз жеткенше қайта орал. Шапқыншы бәрін біліп қайта оралды. Ой, биеке, Алакөз деген кедей адам екен, байдың жылқышысы көрінеді. Үйі қайсы? Үйі анау шетте тұрған қараша үй. Жүр, мені ертіп барғын. Шапқыншы ертіп барды. Алакөздің үйі қырық жамау, тесік-тесік, ішінен қараса сырты көрінетін қараша үй. Алакөз қайда? Анау құдық басында мал суғарып жүр. Шақырып кел. Орта жастағы әйел шапқыншыға шидің ішінен бір тостаған айран ұсынды. Шөлдеп келген адам айранды тұшына жұтып, басын көтере бергенде үйге ұзын бойлы 35-40-тың ар жақ бер жағындағы жігіт ағасы кіріп келді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Я, Алакөз деген сен боласың ба? Мен боламын. Сен болсаң ауылыңа мейман келеді. Төле биді білесің бе? Ойбай, білмегендеші, оныңыз не дегеніңіз? Төкеңді кім білмейді? Ол кісіні бүкіл қазақ түгілі, өзбек, қырғыз, қарақалпақ, түрікмен түгел біледі емес пе? Ал енді сол төкең мына түрікмен жақтан келе жатыр еді. Бүгін сенің үйіңе қонақ болады. Қонақты қарсы алуға жағдайың бар ма, батыр? Ойбай, бар жағдайым. Ол кісіні Құдай айдап біздікіне келсе, одан артық бақыт бар ма? Байларға бармай біздікіне келгеніне 1000 мәрте шүкіршілік етеміз. Ал қатын қамдан, байдан бір мал сұрап әкелейін. Шапқыншы қайта шауып кетті. Алакөзде атына мінді. Келіп сәлем беріп, Төле биді серіктерімен үйіне әкеп түсірді. Алаша, киіз жетпеген жерге қамыс төседі. Үй кісіге толды. Жалғыз сиырының айранына суды қосып жіберіп шалап жасап, бір-бір тостақаннан сусын ұсынды. Біреулерді жүгіртіп, байлардың үйінен самаурын, қарызға нан алдырды. Ауыл хабарланып жиналып қалды. Ой, Алакөздің үйіне Төле би келіп түсіпті. Қасында бір топ жолдасы бар деген хабар байға да жетті. Домаланып ол да келді. Келіп, о, төке деп сәлем беріп, шырылдасып жатыр. Төке, біздің үйге неге түспедіңіз? Мынау балаңызды ұялтқаныңыз қалай? Халқым үшін мен Төле би болып тұрып байға ғана, барға ғана түсіп кедейлерді есіме алмасам, онда әділет бола ма? Байға жақ боп кедейдің ақысын жіберсем, онда мені жұрт әділетті деп айтар ма еді? Мейірімім түсіп, мына Алакөздің үйіне қонақ болғым келді. Ал енді бәрің бірдей ағайынсыңдар ғой, құрметтерің болса істей беріңдер. Лездің ішінде киіз де келіп қалды, текемет те, жастық та келді. Мал сойылып, ауыл адамдарының бір сыпырасы жиналып, әңгіме тыңдап, төкеңмен бірге отырды. Бір кезде Төле би сыртта жүрген Алакөзді шақырып алды. Алакөзім, балаң бар ма? Қанша балаң бар? Уа, бияға, менің балам емес, Құдайдың баласы деп айтайын, бір қыз балам бар. Осы үйде жүрген келіннен бе? Я, осы келініңізден. Жақсы екен. Келін қай елдің баласы еді? О, бияға, келініңіз мынау қожа атамның тұқымы еді. Тек тұрмас деген әулиенің әулетінен. Жақсы екен. Жарайды келінім. Балам, әлгі қызыңды, Данагүлді шақырып кел. Үлкен кісілердің әңгімесін естіп отырсын. Бала ғой. Данагүл көрші ауылда қыздармен отыр еді. Әкең шақырып жатыр деп бір келіншек барып шақырып келді. Атаңменен амандас деді оған шешесі ақыл айтып. Ол кісілерді мен көргенмін, бағана күнді сәлем бергенмін, мені таниды деді Данагүл. Бір кезде тамақ пісті. Төле бидің алдына бата сұрап бас келді. Әлгі Данагүл баламды шақыршы. Табаққа бата беріп болғаннан кейінгі жерде Төле би басты қасқалап пышақпен кесті де бір ұртын алып өзі аузына салды. Бір құлағымен таңдайын алып, қарағым Данагүл, келші, өз қолымнан ұсынайын. Құлақ бергенім екімнің бірі бол, таңдай бергенім айттырмай біліп, құпия жұмбақ сырымды шешіп, өсиетімді жұртқа жайып жүретін балам бол. Міне, деп ұсынды. Данагүл келіп еңкейіп қолына алып, рахмет ата, айтқаныңыз қабыл болсын деді басын иіп. Жолаушылар қонақ болып жатты. Таң атты. Шәй ішіп отырғанда жұртқа Төле би,
Оу жігіттер, мына Алагөз мырзамен құда болғым келіп отыр. Данагүл балама мейірімім түсті. Бұйрық болса бала етіп алсам деп отырмын. Мен де кедей адаммын. Алагөз де кедей адам. Қоралап айдап беретін малым жоқ. Сондықтан мұныкі менікі, менікі мұныкі. Екеумізге екі бала ортақ. Ниетім қалыс. Қабыл көрсең Алагөз қарағым, тапқанымыз екі баланыкі деді. Алагөз әйелі екеуі орнынан ұшып түрегеліп жылап қоя берді. Бияға, біз бүйтіп дүниеге келіп, бізге бала бітіп, ол баламызға сіз секілді адамның мейірімі түсіп, үйімізге келіп құда болады, қызырға ие боламыз деген жоқ едік. Бияға, өлгенше баламыз сіздікі, ерлі, байлы екеуміздің мал жанымыз да осы баланың жолында. Сіздің бізді елегеніңізге, осынша мейірбаншылықпен бізге мейіріміңіздің түскеніне ризамыз. Рас па, өтірік пе деп келініңіз екеуміз қуаныштан жарылып кете жаздап тұрмыз. Ал ендеше олай болса, мінеки, бабам Бәйдібектің батасы болсын. Әумин, қолыңды жай. Ақылды, абыройлы, мейірлі, рақымды, кішіпейіл, киелі, айтқаны әділ, тілегі қабыл, өмір жасы ұзақ, халқына қадірлі, жұртына сүйкімді, әке-шеше туыс туғанына жағымды, арты үбірлі-шүбірлі, алды қоқырлы, нәсіпті болсын. Аллаху акбар деп бата берді. Арада ай өтпей Төле би Данагүлді ауылына келін етіп түсірді. Келіні өзінің ойынан шығып, күткендегіден де асып түсті. Балам, Данагүлім, өзімнің ұлым қандай болса сондай болып жүре бер. Атаға көрінбей қашып кетуді қой, ол ескірген заман. Мен болсам халық үшін жүрген адаммын, көбінесе түзде жүремін. Үйдің, ауыл абанның, бәрінің ақылшысы өзің бол шырағым. Шаруаны да өзің басқар, тізгін шылбырды қолыңа ал деп келінін баласындай көріп, титтей нәрсе болса ақылдасып отыратын болды. Бір жақтан жолаушылап келсе, үлкен кісідей келіне көрген білгенін айтып, сұрақ қоя сынап, ауылдағы шаруаның жайын әңгімелетіп, үнсіз тыңдап отырады екен. Көп ұзамай-ақ келіні ел аузына ілікті. О, төкең аруақты, тегін кісі емес қой. Келінді тауып алды. Шүкірлік, келіні ауыл аймақ, ағайын аба, туғанға түгел ақыл беруге жарайды десті жұрт. Төкең сыртта алталашқа билік айтса, қара домалақ келіні ауылдағы ағайын туғанға билік етті. Арбаның дөңгелегіндей өтіп жатқан уақыт қой. Бірде Төле би алыстағы жекжатына барып, ат қосшысы екеуі ғана қайтады. Қайсы жолдан жүрсек екен? Бір жол бар, ел жағалап жүреді. Бір жол бар, шөл жағалап кетеді. Ол төте жол. Қызылқұмды кесіп ел жағалап 10 күн жүргенше, шөлмен кетсек ауылға 4-5 күнде барамыз. Осының қайсысымен жүреміз деді жолдасы. О, батырым, қарын ашпай тамақ тәтті болмайды. Жолаушы жүрмей ер қадірлі болмайды. Қиыншылық көріп, қарның ашпай ас қадірін білмейсің. Жаяушылық көрмесең ат қадірін білмейсің. Ел жағалап жүріп жүрміз ғой. Салт аттылымыз, сабау қамшылымыз. Төтелеп тартып шөлмен жүріп көрелік. Азар болса 3-4 күн далаға түнерміз. Немесе малшыға түнерміз. Малшы кезікпесе аңшыға түнерміз. Тәуекел, Қызыр ғалайссалам шөлде жүрет деген. Олардан әулиеміз бе? Біз де көрелік сол қиыншылықты. Шөлмен төте тарталық. Екеуі шөлмен тартты. Елден шығып 2 қонып, 3 қонып келе жатты. Бұлар келе жатқан шөлді 40 қарақшының жайлап жүрген кез еді. Олар кезіккенді тонап, елден мал ұрлап, ешкімге теңдік бермей жүрген қарақшылар. 3-ші күні Төле би жолдасы екеуі 40 қарақшыға тап болды. Бас салып сөз сөйлеуге де мұрша бермей қолға түсірді. Ақсақалды қарттың Төле би екен олар білген жоқ. Атын тартып алып, киімін тонап, екеуін шөлге тастайтын болды. Төкең өзінің кім екенін айтпады. Әй батырлар, сендер бәрің де батырсыңдар. Сендерге мал керек пе, жан керек пе? Жан керек болса бір шалмен бір жігітті өлтіріңдер де ат тонын алыңдар. Ал енді мал керек болатын болса, мен саған бір қора мал берейін, екеумізді босатыңдар. 40 қарақшының бастығы, бізге әрине мал керек. Біз осы шөлде не үшін жүрміз? Мал үшін жүрміз.
қара басың қалқиып малды қайтып бересің деді. Менің малым көп, мен бір бай адаммын, 100 түйем бар, 100 жылқым, қатын бала шағам бар, жасым 60-тан асты, маған жанымнан мал артық па? Өлсем артымда қалмай ма? Ауылға барып мал әкеліп беремін дегенге сенбессіздер. Оның ебін өзім айтайын, ақылыңа сыйса тыңда. Мен ауылыма хат жазайын. Кенже ұлыма құда түсіп біреудің қызын әпермек болдым. Соған 40 құнан, атан, 20 буыршын, 8 ақбас атаным бар еді. Соны берсін. 10 босағам көмген алтыным, сол босағамда күмісім бар еді. Өзімнен басқа адам білмеуші еді деп Төле би қарақшының бастығына қарады. Алтын қадірлі ме, күміс қадірлі ме? Ой, алтын қадірлі. Алтыныңыз болса алтыныңызды жіберсін деңіз, деді қарақшының бастығы. Онда 10 босағамдағы алтынымды тұтас берсін. Дүниені жиғанда қайтемін, жанымнан садаға. Біз екеумізді де жібермей ұстап отырыңдар. Біреуің менің атыма мініңдер. Аттың тілі жоқ қой. Атыма мініп хатымды алып барсаңдар, осы малды айдатып жібереді, деп хат жазып, атын, шапанын беріп, 2 қарақшыны жұмсап, өздері құдықтың басындағы қарақшылардың шайласында қалды. 2 қарақшы Төле бидің ауылына келді. Тосқауыл деген кісі осы қағазды беріп жіберді. Кенже ұлына қыз айттырған екен, мына малды берсін дейді. Қағазды оқып, ауыл абасы болып ақылдасты. Бұл қалай? Төкең өз қолымен жазыпты, және атын мінгізіп шапанын кигізіп жіберіпті. Төкеңде мұндай мал жоғын кім білмейді? Бұл не? Деп таң қалысты жұрт. Біреуі оны айтты, біреуі мұны айтты. Құда болған шығар, осы малды тауып берер деп елге сенген болар десті. Ойласып келіп мал жинамақ болып, жұртқа салық салмақ болды. Сонда Данагүл, сендер түсінбей отырсыздар. Атам 40 қарақшының қолына тұтқын болып түскен екен. 40 құнан атан берсін дегені, 40 мықты жауынгер жігіт берсін дегені, 20 буыршын берсін дегені, 20 палуан берсін дегені, 8 ақбас атан берсін дегені, 8 ақсақал берсін дегені, 10 босағадағы алтыны мен едім, сол босағадағы күмісі баласы еді. Атам мені артық көруші еді, жұмбағымды шешер деп ойлаған екен. Алтынымды түгел берсін дегені, мені алып келсін дегені деді. Ой толғап, отырғандардың бәрі Данагүлдің даналығына таң қалысты. Жарайды, мал береміз деді. 2 қарақшыны 1-2 күн қонақ етіп. 3-ші күні малды жинап, екеуінің көзіне көрсетіп жолға шықты. 2 қарақшы жол бастап келеді. Бірнеше күн жол жүріп, құмның шетіне іліккен соң Данагүл, ал енді жақындап қалдық қой, сіздер алдымен барып хабарын айта беріңіздер деді. 60 жігіт, 8 ақсақал соңдарынан жасырын ілесіп келе жатқан еді. Ойларында дәнеңе жоқ 2 қарақшы оза шауып шайлаға барды. Біз бардық айтқаны рас екен, малды берді, байшал екен. 2-3 малшысы малды айдап келеді. Біз хабар айтқалы бұрын жеттік. Қарақшылар қуанып, жайма шуақ болып аттарын қоя беріп жайғаса жатты. Бәрінің басында мал келе жатыр, ол жаққа қарқ болдық деген ой. Күн батысымен қалың қол сау етіп, құдықтың басында қаннен қаперсіз жатқан қарақшыларды тырып еткізбей қоршап алды. 40-ында матап байлады. Ауылына келген соң Төле би бәріне арнайы сөз сөйледі. Ғұмыр біреу, кезек екеу деген, сендерге өлім керек пе, өмір керек пе? Кешегі күні тұтқынға мен түсіп едім, бүгін сендер түстіңдер. Дүние кезек деген осы болады. Маған сендердің аттарыңның керегі жоқ. 5-6 күн сендермен жолдас болып қалып едім. Тілімді алсаңдар, әлі де болса ақылымды айтып ара түсейін. Бәріңнің елге пайдаларың жоқ. Жарлының жалғызын тартып ап жылатасыңдар. Шөлеркеп келе жатқандарды өлтіресіңдер. Айдалада не қатының жоқ, не балаң жоқ, қаңғып өмір сүресіңдер. Зорлық түбі қорлық деген. Жетім мен жесірге, жалғыз жарымға жасаған зорлықтарың бүгін мойындарыңа түсіп отыр. Жазықсыз өлген жандардың қаны үшін сендерді қырып жіберсек, шамамыз жетеді. Оны біліп тұрсыңдар. Менің атым Төле би, адамның баласына әділдік айтып, таласқан, тартысқанын жауласып айтысқанын анықтап, өмірімше істеп келе жатқан кәсібім жұртқа жақсылық жасау, болысу. Біреуге біреу зорлық істесе, біреуге біреу қиянат жасаса, оған әділ жаза кесемін. Әділ
үкім айтамын. Жәбір шеккен жанға болысып, оны ажалдан, азаптан құтқаруға сығамын. Сендердің қарақшылық кәсіпке ден қойғандарыңа қанша уақыт болды? Содан бері не малды, не жанды болған жоқсыңдар. Бұларыңнан не пайда? Әлде болса мен сендерге болсайын. Тілімді алсаңдар өлтіртпейін. Сендер бұл кәсіпті қойыңдар. Тәубаға келіңдер. Мына менімен бірге жүріңдер. Қатының жоғыңа қатын, малың жоғыңа мал, үйің жоғыңа үй алып беремін. Халықпен бірге өмір сүріп адал кәсіп істеңдер. Салмай жортқан ерден салмай құлындаған би артық табады деген. Таза, адал еңбек істесеңдер қарның тояды. Біреуді жылатып, тартып алғанның берекесі болмайды. Менің айтар ақылым осы. Осы екі жолдың қайсысын таңдайсыңдар? Қарақшының бастығы: айналайын ататай, айтқаныңыздың бәрі рас. Онан қашқан, мынан қашқан қырық руданбыз. Қанша уақыт болды, ел тонап малды алдық. Керуенді де тонадық. Ішкен тамағымыз болмаса, еш қайсысы жұққан жоқ. Жырымыз жырланды. Төке, енді жырымызды айталық деді. Біз де адамның баласымыз. Өзіңіз секілді әкеден тудық. Бірақ жаман жолға түсіп дүние қудық. Бұл әдетіміз мынадан болды. Осы тұрған алдыңыздағы 40 жігіттің 40 түрлі сыры бар. Біздің әкеміз қарақшы болған жоқ, шешеміз зұлым болған жоқ. Әр қайсымыз әр елден келген адамбыз. Біреу істеп қойған күнәсін бей кешірмей, басына өлім жазасын тудырған соң қашып шықты. Біреу мал жоқ болған соң байдың малын ұрлады. Сол ұрлаған бай малын қалыңға жұмсап тұрмыс құрмақ болды. Бай өлім жазасын берген соң қашып шығып қарақшылық жолға түсті. Енді біреу әкемізді құл, шешемізді күң етіп ұстаған соң сол қорлыққа шыдамады. Біздің де адамшылық, жігіттік арымыз бар. Әділетін айтатұғын жан болмады. Қолынан келген би мен мықтыларды байдың сөзін сөйлеп бізге жаза берді. Сонан соң туған елді, жанды тастап қарақшыларға қосылдық. Қырқымыздың 40 түрлі сырымыз осы. 1000 күнгі жаманшылықтан бір күнгі тірлік артық деген. Біз арымызды арлаймыз, кегімізді жоқтаймыз деп жүріп қарақшы болдық. Сөйтіп жүргенде сізге жолықтық. Біздің де көретін жақсылығымыз бар екен. Біз де адам болады екенбіз. Тіршілік етіп өмір сүретін болдық. Даңқыңызды естігенмен қасыңызға бара алмаушы едік. Сізді Құдай айдап кез қылды. Мұң-мұқтажымызды көзіңізбен көрдіңіз. Біз секілді қарақшыны кім ұнатсын? Құдықтың сасық суын ішіп, құм даланы кезіп жүруші едік. Біз сіздей ақылды, қамқоршыны қайдан табамыз? Айтқан сөзіңізге 1001 рет құлдық. Айтқаныңызды істелік. Біз туысыңыздай болалық биеке, сыртыңыздан естуші едік. Біздің де адам болатын күніміз бар екен. Көрген пенде шошушы еді. Ешкімге жолай алмаушы едік. Біздің әкеміз де, бабамыз да сіз екенсіз. Айтқаныңызды істелік. Бастықтарының сөзін қоштап, бәрі шу ете қалды. Төле би толқи сөйледі. Балаларым, мен құда жекжатыма барып қайтып келе жатыр едім. 10 күндік жолмен жүргенше 5 күндік шөлмен жүрейік деп сендерге кездестім. Халық үшін туған адам едім. Менің де сендерге шарапатым тиді. Мен бір жетім емес, 40 жетімді ажалдан құтқарып, адам қатарына қосып отырмын. Осы әділетшілігіме ризамын. Төле би 40-ында ауылына алып келді. Біреуі қой бақты, біреуі түйе бақты. Әркім қолдан келген ісін істеді. Бәріне әйел алып берді, ешкімге тегізген жоқ. 40-ы да өсіп өнді. Жұрт оларға 40 ағайынды деген ат қойды. Бастарына мал да бітті, жан да бітті.